Ассаламуалейкум достар. Бүгін Ақтау көлік базарына барып, армян және арзан көліктердің бағаларын білдік. Түсіру барысында дауыстар дұрыс шықпай қалған видеолардың. Соны монтаж жасап, қайталап салуды жөн көрдік. Көрейік қандай болып жатыр бағалары. Яғни арзан көліктерді білгіңіз келсе, осы каналдың астында сілтемесі болады. Сол сілтемесіне кіріп, Қаз көлік деген каналда сол жаққа тіркеліп бағаларын білсеңіздер болады. Енді кеттік. Достар, алдарыңызда Kia Optima 2012 жылғы дейді. Жағдайы жақсы сияқты. Бағасы 3 миллион айтып тұр мына Optima'ның. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін. Табу керек дейін жасап тұрса сенің. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін. Ал так, ары қарай Mercedes 2009 жылғы екен. Көлемі 3,5 дейді. Бағасы 2 миллион 100 дейді. Қалай достар, арзан ба, қымбат па? Нағыз дейді нағыз ойбай, айтатын сөздерім менің сондай. Шаршап кеттім мәшіндерді оңдай, ойлай қоймай, запчастарға тоймай, желектеп бүлпірім көлігіңді соймай, қолымды батырамын қап-қара қанға. Береміз тіршілік. Alphard Toyota. Бағасы Alphard'тың 3 миллион 500 мың дейді, 2002 жылғы. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін. Табу керек дейін жасап тұрса сенің. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін. Табу керек дейін жасап тұрса сенің. Таңертеңнен кешке дейін табу керек дейін, жағдай өте қиын, жасамаса мен. Ештеңені ойлама, тек бір құдайға сыйын, кетпесін достарының арасында сыйын, отырма тек аспанға қол. Ары қарай Toyota Camry. Toyota Camry 50-лік. Бұның бағасы 3 миллион 800 мың деп айтқан бағасын. 2012 жылғы. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін. Zafira 2003 жылғы 2 миллион айтып тұр бағасы. Автомат қозғалтқышы, көлемі 1.8. Кешке дейін табу керек дейін, жағдай өте қиын, жасамаса мен. Әркімде әртүрлі жағдай, жерге төккен тері қарамайды. Бұл жақта бір тағы Toyota Camry 2010 жылғы дейді. 3,5 авион. 3 миллион 500 мың теңге дейді бағасын. Тағы да айтайын достар, дауыс дұрыс жазмай алған, үстіне жазып жатырмыз, тұнық шығу үшін сіздерге. Яғни бізде толық бағаларын бәрін айтып шығамыз. Достар, тағы да Toyota Camry 45 Camry'лерді көп тасыған сияқты, және Opel Zafira'лар мен Армениядан. Жалпы соңғы мәліметтерді естіп отқан шығарсыңыздар, достар, жалпы налог төлейтіндей қылып, учетқа қойып берейін деп жатыр. Сондай жаңалықтар шығып жатыр. Қорықпай алуға болады мінуге, яғни. Бұл Camry'дің де бағасы 3 миллион 600, 2013 жылғы. Адамның бауы, бітпейді саған қоятын оның соғы. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін. Табу керек дейін жасап тұрса сенің. Достар, Арменияға барып көлік алатын болсаңыздар, яғни әрине көлікті тексеретін нәрсемен алып барған жақсы. Көлік тексеретін. Жаңа соғылған мәшіндер көп ол жақта. Шпаполёкқа кәдімгі тонналап жабысқан. Сол үшін алданып қалмау үшін тексеретін нәрселер қолдарыңызда болған жақсы. Ары қарай BMW. Мына BMW жалпы өзімен алып тұр. 2003 жылғы BMW бағасы 2 миллион 100 мың теңге дейді мына BMW-ның бағасын. Яғни бұнда бензин газ жоқ екен. Қалған көліктерде армян жаңағы көргеніміз. Барлығында газ бар. Рұқсатымен бар, яғни газды қоюға болады деген. Мына жігіт енді рұқсат алмай асығып қайтқан сияқты. Шіркін, жолдың нағыз жолдың бөлігі ғой. Жүрісі жұмсақ. Ары қарай тағы да Zafira
2003 жылғы. Бағасы 1.600.000 дейді. Тағы да Opel Zafira 2013 жылғы. Қозғалғыш көлемі 1.6. Яғни жаңа Zafira 13 жылғы. 1.600.000-ге берем дейді. Одан да түсіруге болады, алатын болсаңыз. Барлық нәрсесі жасап тұр дейді. Кішкене шанақтары басқаша еді, бұрынғыларға қарағанда. Әртүрлі жағдай, жерге төккен тері қарамайды. Нағыл дейді нағыз ойбай, айтатын сөздері менің сондай. Шаршап кеттім Ал іштерінде ойнап тұр музыкалар. Запчастарға тоймай, желектеп бүлпірім көліңді соймай. Қолымды батырамын қап-қара. Қалай, сіздерге ұнай ма Zafira? Кімге қандай көлік ұнайды, жігіттер комментарияға жазыңыздар, қандай көлікті көргіңіз келеді дәлнеш. Барлығын түсіреміз бұйыртса. Жай-жай болады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпасаңыздар болады, достар. Ал сау болыңыздар.